Сәлем достар, біз бүгін сіздерге Алтын Орда хандығы және оның ыдырауы жайлы айтатын боламыз. Алтын Орда тарихы моңғол шапқыншылығымен тікелей байланысты. Монғолия жерінде Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін 1235 жылы Қарақорымда өткен моңғол ақсүйектерінің құрылтай жиналысында Шығыс Еуропаға жаңа жорық жасауға шешім қабылданды. Моңғол әскерлері Шыңғыс ханның мұрагер немересі Жошының екінші ұлы Бату басқаратын болды. Бату әскері 1236 жылы Ресей жеріне басып кіріп, алдына келген барлық қала бекіністерді қирата отырып, 1240 жылы қазіргі Киев қаласын жаулап алды. Батудың екпінді жорығы барысында моңғолдар кең байтақ жерге ие болды. Оның шегі батыста Денистерге, шығыста Ертіске, солтүстікте Батыс Сібір ойпатына, оңтүстікте солтүстік Кавказға дейін алып жатты. Бату еліктерінің құрамында оңтүстік шығыста солтүстік Хорезм мен Сырдарияның төменгі жағындағы жерлер де бар еді. Оңтүстік орыс князьдіктері де Батуға тәуелді болды. Осындай аса зор мемлекет шығыс деректемелерінде Көк Орда, ал орыс жылнамаларында Алтын Орда деп аталды. Астанасы алғашында Еділ бойындағы сарай Батуда болса, кейін сарай Беркерге көшірілді. Алғашында Алтын Орда деген ұғым болмаған. Бұл атау орыс деректерінде тек 16 ғасырдың аяғында пайда болған. Алтын Орда халқы этникалық жағынан біркелкі болған жоқ. Отырықшы аймақтарда Еділ бұлғарлары, қала қыпшақтары, орыстар, армяндар, гректер, ежелгі хазарлар мен алған ұрпақтары хорезмдіктер тұрды. Далалы өңірді негізіне мал шаруашылығымен айланысқан түрік тілдес халқы Қыпшақ, Қаңлы, Найман, Қоңырат, Керей тағы басқа тайпалар мекендеді. Дешті Қыпшақ төңірегі мен Еділ бойына қоныс аударған моңғолдар аз болған жоқ. Олар кейін жергілікті түркі тілдес халықтармен сіңісіп кетті. Алтын Орданы Жошы ханнан кейін Бату 1243 және 1255 жылдары басқарған болса, Бату ханнан соң елді Берке, Мөңке Темір, Төле Мөңке, Төле Бұқа, Тоқа Темір, Өзбек Жәнібек хандар басқарып, билік ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырды. Заманында Жошы мен Бату Монғолиядағы ұлы ханға белгілі бір дәрежеде бағынышты болса, Беркеден бастап Алтын Орда хандары өздерін тәуелсізбіз деп есептеді. Ол Батыс Еуропа мен Мысыр мен, Кіші Азия мен, Үндістан мен, Қытай мен сауда-саттық жүргізді. Әртүрлі кәсіпшілікпен айналысып, қолөнерді дамытты. Беркенің кезінде Алтын Орда мен Египет сұлтаны Бейбарыс арасында байланыс күшейе түсті. 1262 жылы Бейбарыс Алтын Орда ханы Беркемен өзара достық қарым-қатынас орнату үшін өз елшісін жіберді. Мұнан кейін екі ел арасында әскери сауда, діни-мәдени байланыстар орнады. Берке хан тұсында Алтын Ордаға ене бастаған ислам діні кейін Өзбек хан тұсында үстем дінге айналды. 1312 жылы Өзбек хан исламды Алтын Орданың мемлекеттік діні деп жариялады. Алтын Орданың гүлденген мезгілі осы Өзбек хан мен оның баласы Жәнібек ханның билік еткен тұстарында болды. Өзбек хан қалаларда медресе салдырып, мұсылман дінінің таралуына орасан зор септігін тигізді. Қазақстан жеріне моңғолдар Шыңғыс ханның құқық нормаларын енгізді. Онда феодал шонжорлардың артықшылықтары белгіленді. Ол бойынша жергілікті халық соғыс жорықтарына қатысу үшін әрбір 10 үйден бір жауынгер беру міндеттелді. Бүкіл халықтан хан әулетіне сыбаға тиіс деп есептелді, және оларға ауыр алымдар мен міндеттемелер түсіп отырды. Көшпелі мал өсірушілер копчур деп аталатын салық төлеуге тиісті болды. Оның мөлшері 100 бас малдан 1 бас мал беру. Егіншілерден де астықтай салық алынды. Әрбір 10 қап егістен қазына пайдасына 1 қап өнімі, кейбір жерлерде жер салық алынды. Алтын Орда хандығы берік мемлекеттік бірлестік бола алған жоқ. Оның әлеуметтік және мәдени даму дәрежесі әртүрлі экономикалық негізгі төмен болды. Феодалдық қатынастар дамыған сайын ішкі сыртқы байланыстар шиелене түсті. 1342-1357 жылдары Алтын Орданы билеген Жәнібек хан өлгеннен кейін Шыңғыс тұқымынан тараған билеуші топтар арасында хан тағына таласқан феодалдық қырқыс өріс алды. Бір кезде күшейіп дәуірлеген Алтын Орда мемлекетін іштегі алауыздық жегідей жеді. Тек 1357-1380 жылдар арасында Алтын Орда тағында 25 хан ауысты. Оған қоса Алтын Орда қарауындағы езілген бұқара халықтың азаттық күресі өрістеді. 14 ғасырдың аяқ кезінде Әмір Темірдің күшті шабуылдары да Алтын Орданы әлсіретпей қоймады. 1380 жылы Куликово даласында Мамай хан бастаған моңғол әскерлерін талқандаған орыс князьдары Алтын Ордадан тәуелсіздікті алды.
Алтын Орда тарихында дүрбелең кезең басталды. Осындай қат-қабат қайшылықтар мен тартыстар нәтижесінде әлсіреген Алтын Орда 15 ғасырдың ортасында ыдырап, бірнеше дербес мемлекеттерге бөлініп кетті. Алтын Орда Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір, Қазан, Қырым, Астрахан хандықтары болып бөлініп кетеді. Хорезм Ақсақ Темір мемлекетінің құрамына кірді. Сөйтіп ішкі және сыртқы факторлар нәтижесінде Алтын Орда мемлекеті күйреді. Моңғол шапқыншылығы жергілікті халықтар мен елдердің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына орасан зор шығын әкелді. Елдің саяси және мәдени байланыстарын үзіп, шаруашылығын күйретті. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыстағы отырықшы қала мәдениеті мен егіншілігі гүлденген аудандары тапталды. Қалалар мен елді мекендер Отырар, Сауран, Сығанақ, Жен сияқты ірі орталықтар қиратылып, Жетісу бойындағы қалалар құрып кетті. Зерттеушілер моңғол шапқыншылығы қазақ халқының қалыптасуын 200 жылға кешеуілдетті деп есептейді. Империялар тарихына шолу мынаны дәлелдеп отыр. Қарудың күшімен құрылған мемлекет жергілікті халықтың топтасуын жеделдетіп, оның өз тәуелсіздігі үшін толассыз күрес жүргізіп, міндетті түрде ерте ме кеш пе өз мемлекетін құруына алып келеді. Империя саясаты осыған итермелейді. Шыңғыс хан негізін қалап ұрпақтары жүзеге асырған Моңғол империясының Алтын Орда тағдыры да осылай аяқталды. Егер осы видео 10 000 қаралым жинайтын болса, Ақсақ Темір жайлы видео шығаратын боламын. Сол үшін видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіз үшін оттаймыз.